Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өрікті қысқа сақтаудың ерекше тәсілдерімен бөлісетін боламын. Дәл осы әдіспен сақтайтын болсаңыздар, өріктеріңіз езілмей, әдемі күйінде дана-дана болып сақталатын болады. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өрігіміздің қабығы алынбай жақсы сақталу үшін жуылған өрігіміздің үстіне бір ас қасық ас содасын қосып, салқын суға салып қоямыз. Ең алдымен ыдысқа қақпағын салып, үстіне сетка қойып, және банкаларымызды 15 минуттай буладым. Егер сіздерде бұндай болмаса, шайникке немесе мантаваркаге буласаңыздар да болады. Және де өрік жақсы сақталу үшін осындай қаттылау өрік немесе жасыл дауында таңдағандарыңыз дұрыс болады. Міне көргендеріңіздей екіге бөліп, пышақпен ішіндегі сүйегін бөліп алып тастап отырамыз. Енді банкамызды алып, өрікті шетінен осылай жайлап салып шығамыз. Өрікті саларда қатты тығыз басып салмаймыз. Банкаларға өрікті салып шыққаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды бетін толтыра құйып шығамыз. Енді қақпақтарын жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін банкамызға осындай арнайы сетканы кигізіп, немесе қасықтың көмегімен суын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді осы құйып алған суымыздың үстіне қантымызды өлшеп салатын боламыз. Осы жерде менде 220 грамм қант салдым. Ол менде өте тәтті болып кетті. Сол себепті сіздер 200 грамм қант салсаңыздар да болады. Міне осы жерде суымызға бір шай қасық лимон қышқылын салатын боламыз, және барлығын жақсылап араластырып, орташа отта бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Қайнаған сиропты банкамызға қайтадан құямыз. Менде бұл жерде ешқандай қосымша су құйған жоқпын, өзінің суы өзіне мол жетеді. Бұл жерде менде 1 литрлік және 800 граммдық банка осындай бұрамалы қақпақтарын жақсылап қаттылап тұрып бұрап, жылы жерге төңкеріп қойып қоямыз. Егерде сіздерде кәдімгі банка болса, оны кәдімгі банка жапқышпен де жауып осылай сақтасаңыздар болады. Банкаларды жылы жерге бетін жауып, бір күнге кемінде қойып қойсаңыздар болады. Достар, және осы каналымның дамуына кішкене ғана үлестеріңізді қосып, достарыңызға немесе басқа да әлеуметтік желілерге бөлісуді ұмытпаңыздар.